Міне мен үкінің суретін салып отырмын. Мынанда холсқа мына матаны керіп алғам. Бұл үкіні салып отырған себебім үкінің қауырсынын бесікке, баланың бесігіне таққан, жас қалыңдықтың сәукелесіне таққан, жас қыздың, жас балалардың тақиясына таққан. Сондықтан да бұл қазақ аталарымыз үкінің қауырсынын пайдаланғандықтан осы үкінің суретін салғым келді. Оны салу үшін бірінші мынандай етіп эскиздерін жасап алдым, әртүрлі варианттарды. Соны енді қазір мына соңғы вариантын алдым, мынаны осындай жасап алып, енді осыны көшіріп салып қолдан. Енді осыдан жіппен, әртүрлі жіппен көркем кесте қылып тоқымақшымын. Мынаның жан-жақтарын бәріне өрнектер, өсімдік гүлдердің өрнектерін салам. Талдың бұтақтарын салам, солай өрнектеп, мынау 40-50 холсқа мата керіп, осы матаға осындай қылып, мынаны артын мынандай өзім жасап алдым. Енді осыған түрлі түсті жіппен көркем кесте ретінде тоқып кестелеп бастамақшымын.